Армысыздар, қадірменді көрермендер. Призма Vibe арнасы сіздермен құрмашып ескендір. Бүгін біз өте өзекті тақырыпты қозғайтын боламыз. Үйірмелер оқушы дамуының кілті. Себебі мектеп тек қана білім беретін орын емес, мектеп баланың өзін табатын, қабілетін ашатын, мінезін қалыптастыратын орта болып табылады. Ал дәл осы жолда үйірмелердің рөлі ерекше. Бүгінгі студиямызда өнерді, спортты, интеллектіні дамытып жүрген кәсіби мамандарымыз отыр. Құрметті көрермендер, біздің мектебімізде 10-нан астам үйірмелер бар. Ол кісілердің барлықтарын шақырғымыз-ақ келіп отыр, бірақ студиямыздың мүмкіндігі шектеулі. Енді бүгінгі студиямызға шақырған өзіміздің үйірме жетекшілерін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Тұрсынбайұлы Ерзада домбыра үйірмесінің жетекшісі. Успанов Алмаз дзюдо үйірмесінің жетекшісі. Және де Жеңісбек Жантайлақ шахмат үйірмесінің жетекшісі. Мінекей осындай ағайларымыз бүгін тамаша инсайттар, қызықты кейстер, өздерінің фишкаларымен, тәжірибелерімен бөліседі. Бүгін еркін формат, құрметті қонақтар, құрметті әріптестер. Еркін өздеріңіздің пікірлеріңізді айтсаңыздар, көрермендерге, ата-аналарға, оқушыларға қызықты мәліметтер, қызықты ақпараттар айтсақ өте тамаша болар еді. Ендеше алғашқы сұрағымыздан бастайық. Бұл қазіргі балаларды үйірмеге тарту әрине де оңай емес. Сіздер қандай әдістер қолданасыздар? Біз енді өзіміздің мамандығымыз бойынша қысқаша тоқтала кететін болсақ, жалпы шахматтың 4 түрі болады. Балабақшада шахмат, мектептегі шахмат, оқу орталығында шахмат, және шахмат академиясы деген сияқты. Осы 4 түрдің ішінде біз 4-інде де сабақ беріп көрдік, бірақ ең қиыны мектепте сабақ беру қиын да. Себебі оқу орталығында сабақ берген кезде бар оқушылар өздері шахмат таңдап келген оқушылар да, ал мектепте шахматты таңдаған оқушылар бар, таңдамаған да оқушылар бар да. Мен бірінші балаларға шахматтан сабақ бермеймін. Мен ең бірінші балалардың жүрегіне үңіліп, оған шахматтың құндылығын түсіндіремін да. Адам бір нәрсеге қызыққан кезде, оған өзіне қажет екенін сезінген кезде, баланың өзінде қызығушылық пайда болып бастайды да. Сол үшін менде бір оқиға болған, бір ата-ана маған баласын әкеліп береді. Онда ол кісі результат күтіп тұр ғой, балам қандай нәтиже шығады деп. Бір ай өтеді, баласында ешбір нәтиже болмайды. Ата-ана сұрақ қоя алмай тұр да маған, 2 ай өтеді, ешбір нәтиже болмайды. Сонда маған келіп айтты да, ағай, менің балам 2 ай болды, әлі ешбір результат жоқ. Сіз қалай жұмыс жасап жатсыз деген сұрақ туындады да. Сол кезде мен ата-анаға түсіндіріп айтып жатырмын да. Мен баланы күштеп оқытсам қазір, білуің керек деп тәртіппен оқытсам, ол менен қорқаннан оқуы мүмкін да. Ал егер мен жоқ жерде, ол қарамайтын еді. Ал егер бала өзінің, мен сол баланың қызығушылығын ашып, сол аралықта бала өзі келіп менен келіп үйренсе, онда ол бала мен жоқ жерде дейді, ол шахмат ойнап, оның қызығушылығы өсе беретін еді. Сол үшін біз баланың қызығушылығын ашу үшін оның әлеміне кіріп, оған құндылығын түсіндіріп, кейін сабақ түсіндіру өте жеңіл болады балаларға. Яғни жүректеріне жол табу керек. Жүрегіне жол табу керек. Қосарларыңыз бар болса? Бұл ретте жалпы үйірмелердің үйірмеге әкелген, баласын әкелген ата-аналардың мақсаты бір ғой негізі. Баламнан осы бір нәтиже шықса екен деп алып келеді. Бірақ бұл жерде баланың да таңдауына мән беру керек. Кейбір балалар өздері қатысам деп ата-анасына қоймай, домбыра алып бер деп келеді менің сабағыма. Кейбіреулерін ата-анасы сүйреп алып келіп тұр. Енді тура жаңағы Жантайлақ ағай сияқты бұл жерде баланың әлеміне үңіліп барып, баламен танысып алып, одан кейін балаға аспапты таныстырып, үйірмені таныстырып, алдымен таныстықтан бастады. Содан кейін аралықта 1-2 апта, мүмкін 1 ай бала толықтай ортаға үйреніскеннен кейін барып ашыла бастайды. Біреулер қызығушылығы бірден ары қарай алып кетсе, бір балалар керісінше қысылып қалған болады, ашылмай болады. Оның бәрімен жұмыс істеу керек. Сондықтан бұл жерде әр бала әрқалай. Әр адам жеке индивидуал ғой. Тура сол сияқты әр бала әртүрлі мақсатпен келеді. Бір ата-аналар болады. Баламның ортасы орысша болып кетті, кішкене қазақылық, құндылық бойына сіңіріп өссе, осы жерден ән күй тыңдаса, осы ортада жүрсе деп алып келетін ата-аналар бар. Сондықтан ең алғашқы біздің сабағымыз баламен таныстықтан, өзімізді таныстырудан, домбыраның құрылымдарын таныстырудан, шекті тартқызып домбыраның үнін естіртуден басталады. Өте тамаша.
Алмас ағай, қосарыңыз бар болса? Енді ол жерде қосарым дегенде сіздер айтып жатсыздар ғой, мысалы баланы ата-анасы алып келеді, және де мысалы бір бала өзі келеді. Бірақ дәл солай, мысалы бізде де спорт болғаннан кейін бір бала өзі қызығып келеді, бірақ ол баланың икемі болмауы мүмкін да. Ал ата-анасы сүйреп келетін баланың икемі жақсы болуы мүмкін. Мысалы оны біз уақыт өте келе көреміз, өйткені ата-анаммен мен мысалы ең бірінші баламен емес ата-анаммен таныстықты бастаймын да. Мен өзім методикам солай. Өйткені ата-аналармен жақсы бірінші таныстырсам, ата-анамен бірге жұмыс жасап отырсам, өйткені оларды мысалы спорт болғаннан кейін үйде жасайтын, үйде берілетін жаттығулары бар деген сияқты, үйде қосымша жасайтын тек қана мысалы 1-1,5 сағатты уақыт ол балаға мысалы жетпейді, өйткені оған тағы қосымша жасау керек. Енді қазір заман барған сайын дамып бара жатыр да, спортта дәл солай қарқынды дамып бара жатыр. Мысалы бұрын Жапон елінің спорты ғой, мысалы дзюдо. Жапон елі мықты болатын, қазір Жапон елі ондай қатты бір мықты емес. Мысалы уже басқа елдер уже сол Жапон елін қуалап жетті де, дәл солай спортта даму үстінде. Сол үшін ізденіс керек, ата-анамен менде жаттықтырушының, яғни ұстаздың байланысы өте маңызды деп ойлаймын бұл жерде. Ең біріншісі. Менің методикаммен де солай. Яғни қарап тұрғанда, құрметті көрермендер, үйірме жетекшілерінің әрқайсысының өзінің саласы бөлек болғандықтан, яғни жас ата-аналарға, оқушыларға, яғни подходтарда бөлек екендігі белгілі болып тұр. Ендеше мына маркетинг саласына, құрметті қонақтар, құрметті әріптестер, маркетинг саласында мысалы адамдардың назарын ұстап қалу үшін 15 секунд қажет дейді. Сол 15 секундта мысалы көп адамдар таң қалдырады, қызықтырады, күлдіреді, тағы басқа да бір әсер қалдыру арқылы адамдардың назарын ұстап қалады. Сол секілді бірінші сабақта сіздер балаларды қалай ұстап қаласыздар деген сұрағымды қойып отыр. Енді дәл осы сұраққа жауап бере кетейін. Бізде дзюдо спортында, мысалы таеквондо, бізде екі түрі бар ғой спорттың. Енді Ғани ағайымыз береді. Таеквондо спортынан ол шығыс елінің спорттары болғаннан кейін бізде акробатикалық әдістерді үйретеді. Өйткені ол жерде секіру, айналу, рамдат, каскад деген өздерінің акробатикалық жаттығулар бар. Ал оларды балалар қайдан көреді? Кинодан, мультфильмнан, мысалы сондай әдістерді көреді. Ал сол жерге келген кезде ең бірінші балалар неден бастайды бізде? Спортта акробатикалық жаттығулардан бастайды. Өйткені баланың денесін икемді қылып жасау керек та. Ең бірінші әдіске қалай құлау керек, қалай тұру керек, колесо, сальто, мысалы солардың барлығын балаларды бізде тартып қалудың ең бірінші қызықтырудың әдісі акробатикалық әдістерді үйретеміз көбінесе. Ол балаларға өте ұнайды. Мысалы каскад, рандат деген мысалы, ол ерекше ғой, мысалы атының өзі де андай балаларға қызық болып тұрады да, ол не деген сияқты. Яғни бір белгісіз бір нәрсені беріп қоясыздар, интрига. Иә. Жақсы? Жантай ағай, сізде бар ма? Жалғастыратын қоса айтайық. Балалардың назарын қалай ұстап қаласыздар сабақта? Бірінші сабақта. Бірінші сабақта балалардың назарын ұстап қалу үшін біз баланың қолынан келе алатын оған тапсырмалар береміз. Мен мысалы тапсырмаларды өзім түсіндіріп беремін, егер жаңадан келіп жатқан оқушылар болса өзім түсіндіремін да. Кейін ең оңай тапсырмаларды беремін да, баланың жүрегіне сенім ұялатамын да, менің қолымнан келеді, мен жасай аламын деген сияқты нәрсені балаларға қалыптастыру мақсатында. Жақсы. Біздікіде сол таныстықтан кейін балаға алғаш домбыраны қолына ұстатып өзінің шектің дыбысын шерткізіп, мынау көрдің ба, екі шекте екі түрлі дыбыс қой. Құлағын бұратқызып көрсетіп, пернелерін көрсетіп, сосын домбыраның нүктелері болады. Яғни домбыраның өзінің таныстығымен сенің де қолынан келеді, былай шертесің деп саусағын ұстап, ақырын көрсеткен соң бала ақырын соны танысып ұстап отырады бір 5-10 минут. Одан кейін барып ары қарай қағыстың түрлерін көрсетеміз. Тіптен болмаса өзінің сүйіп көретін киноларынан, мультфильмдердің саундтректерін ойнап беремін. Күй ойнап беремін. Мынандай күй деп. Кейбіреулер біліп жатады, мынау адай күй, немесе бізге бірден келеді, адай күйін ойнап беріңіз деп. Адай күй болса, адай күйін ойнап беремін. Бірден ана жерде домбыраның күмбірі естілген соң делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Анау балалардан да білініп тұрады. Көздері жайнап. Енді сен де осыны тарта аласың, саған да осыны үйретеміз деп, былайша айтқанда қызықтыру сонымен басталып кетеді. Қазақтың бір күйі немесе бір-екі саундтректі ойнап берсең, өзі біліп тұрғаннан кейін бала тура соны ойнағысы келіп кетеді. Яғни сезіндіру белгілі бір тренд арқылы жұмыс жасау. Иә, бұл жерде мынау құймағылақтық дейміз ғой. Кезінде ата-бабаларымыз бір-бірінен естіп, тура сол естігенді қайталап, және оған өзінің ішінен қосып, сөйтіп күйлер дамып отырған ғой. Бұл жерде сол мынау құймағылақтық әдіс мынау нотадан алдында, нотадан бұрын алдымен сол керек. Өйткені ол кейінде өзі тыңдаған әуендерді немесе әндерді нотасыз-ақ түсіретіндей халге жету керек та. Біздің негізгі мақсатымыз сол. Менде де оқушыларым бар қазір. Енді қатысқаннан 2 жыл, 3 жыл болған. Кез келген музыканы тауып, соны маған келіп үйретіп тұрады.
маған келіп ойнап ағай мына жерді қараңыз деп. Өйткені бізде тура солай бастағанбыз. Ол кезде ағайымыз мысалы Музарттың әндері жаңадан шығып жатқан кезде Сағындым Алматымның басындағы ойнайтыны бар ғой, соны өзіміз естіп түсіретінбіз бәрі. Тура сондай қазір шәкірттерімде пайда болды. Мысалы ол бір балада бар, бір балада ондай жоқ. Өте тамаша, Ерзат ағай. Яғни сезіндіру, белгілі бір трендтермен қызықтыру арқылы балалардың назарын ұстап қалу. Яғни әр үйірме жетекшісінің өзінің методикасы бар, өзінің подходы бар. Өте тамаша дүние. Ендеше тұйық балалар туралы сөйлескім келіп отыр, құрметті әріптестер, сіздермен. Тұйық ұялшақ балаларды ашу ол үлкен өнер негізі. Сіздер қандай методикалар қолданасыздар сол сізді алаларыңызға, сонда тұйық ұялшақ балалар келеді мысалы, дұрыс па? Соларға қандай әдістер қолданасыздар? Бірінші, менің ойымша, тұйық балаларға қысым жасамау керек. Оларға. Және де балалармен жұмыс жасаған кезінде тура және де балаларға тапсырманы түсіндіреміз. Кейін нәтижені балалардың жүрегіне сенім ұялатамыз. Кейін нәтиже қолдан келетін балаларға қолынан келетін екенде балаға сенім ұялатамыз да. Яғни бұл жерде үш түрлі нәрсе бар да. Бірінші, сенім болу керек балада іштей. Екінші, тапсырмаларда және де қиып тастаңыз. Айтамыз. Жоқ, керек қимаңыз. Күшті айтамыз. Балада уақыт керек бізге, сол балалармен жұмыс жасау үшін. Одан сенім керек, баланың және де нәтижесін балаға көрсете білу керек. Сонда ол бала ашылып бастайды. Яғни жаңадан келген оқушыларда жылы қабақпен қарсы алып, оларға көңіл бөлетін болсаңыз, ол бала жаймен сізге ашыла бастайды. Жақсы, рахмет. Мысалы, ол жерде менің бір методикам жоқ, бір нақты алғанша. Бұл жерде былай жұмыс жасау керек деген. Мысалы, бізде спорт болғаннан келеді. Менде бір балам бар. Ол балам әлі тұйық ол бала. Бірақ спортта нәтижесі бірақ басқада ол бала. Бірақ уақыт өте келе ашылып келе жатыр. Оны ашатын біз емес, оны ашатын балалар ортада. Ол жарысқа шықты, басқа балаларды көрді. Уже басқандай да оның ортасы уже анау күресін балалармен жақсы араласады. Олармен сөйлесетін мен байқап қалам, бұрынғыдай емес. Уже аналармен ашуланатын мінезін шығарған. Мысалы, бұрында ондай мінезін көрмейтін. Қазір мысалы, анандай бір-бірімен бір күліп, бір нәрсе бір өзі әзілдесіп, мысалы, енді көзін қырып бүйтіп байқа қаласың, бүйтіп әдістер жасап отқан кезде, сол кезде ол баланы ашатын негізі әрине ұстазында ол жерде несі бар, жаттықтырушының да рөлі бар, ықпалы бар, бірақ негізгі оны ашатын ортада бұл жерде. Бұл жерде спортта мысалы бір-бірінен сұрайды, нәрсені мысалы мынау қалай деп бәсекелеседі мысалы. Ол жерде эмоция шыққан жерде адам ашылады да. Эмоция шығару керек та баланың. Эмоциясын шығару керек. Ашулану, күлу, қуану деген нәрсе жоқ. Ол ана тұйық балалар эмоциясын шығара алмайтын балалар ғой, былай айтқан кезде негізі. Мен енді методикам солай шыны керек. Ол бір қарқында сөз балалармен ашылады уақытылыша. Уақыт керек қой, жаңағы айтқандай. Жанталаға айтқандай. Мен сабағым енді дегеннен кішкене әзілмен басталады. Балалармен танысқаннан бастап, атын сұрап, енді әзіл болғанда балалар қатар-қатар отырады, жаңадан келген балалар отырады, тұйық балалар отырады. Содан енді бір нәрсені байқамай қалып, немесе бір нәрсені естімей қалып, қате айтып, сондай бір персонажды сомдаймын да, сол кезде балалар өзі ақырын күліп, немесе ағай дұрыс емес, ол былай деп мені түзеп, сонымен біздің алғашқы әзілмен қарым-қатынасымыз басталып кетеді. Енді тұйық балалар болады, былай көреміз, не жымимайды, тырмысып отырады, тымпиып отырады. Бірақ уақыт өте келе ол бала да жаңағы біздің әзілімізге үйренеді. Бір вайбқа. Иә. Бір апта, 2 аптадан кейін о да біздің әзілімізге үйреніп, бір арнаға түсіп кетеді. Сосын балаларды бір бала қысылып келеді, бір бала ұялып келеді. Сондай балаларды ашуға жаңа Жантайлаға айтқандай еркіндігіне қоя береміз. Кейбіреуін ата-анасы міндеп алып келеді, бірақ бала тұйық. Ондай кезде енді ата-анасымен жеке сөйлесеміз, балаға ешқандай қысым жасамаңыз, нәтиже ақырын болады. Өйткені бәрі бірден нәтиже күтеді. Әр баланың нәтижесі әртүрлі. Бір балада жылдап болмауы мүмкін, бірақ ол ана тәжірибені меңгергеннен кейін алып кетеді. Сондай кезде баланы шақырып аламыз да, тартқым келмейді, қолым ауырады, ішім ауырып тұр, айтып тұр деген сылтаулар айта бастайды. Домбыра тартпау үшін. Ана жерде немесе сабақтан кетіп қалу үшін. Сондай кезде жарайды, тартпасаң ғой. Мен қазір саған бір жаттығу берем. Сен соны маған 5 рет қайтала, болды, мен сені бүгін босатам. Немесе сен менің қасымда отыр.
балалармен тартқанымызды естіп отыр, бүгін саған басқа тапсырма бермеймін деген сияқты тәсілдерді жеңілінен бастап, 1 ай, 2 ай, 3 айдан кейін барып ана бала айтпасаң да уже өзі тартып, басқа балаларға көрсетіп, бұлай емес деп қатесін түзеп ашылады. Енді кейбір балалар жаңағы Алмасаға айтқан сияқты балалар менде де бар. Тұйық болып келді, әлі тұйық, бірақ домбырадан нәтижесі жақсы. Өзінің қатарластарынан 2 класс, 3 класс жоғары балалардың деңгейіне жетіп алды. Бірақ ол ана мен тарттым, мен үйрендім деп мақтанбайды. Сұрасаң тартып береді, сұрамасаң кәдімгі өз қатарластарына тымпиып отыра береді. Сондай да балалар бар. Рахмет, әріптестер. Яғни қарап тұрсақ, әр әріптесіміздің, қонағымыздың, үйірме жетекшісінің өзіндік жаңағы кейстері бар, өздерінің фишкалары бар, методикалары бар, балаларды ашуға қатысты. Енді мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бір нақты оқушының өзгерген мысалын айтып бере аласыздар ма? Мысалы, бір оқушы осылай болып келді, тұйық немесе жаңағы ұялшақ болып, болмаса тартамайтын домбыраны, болмаса жаңағы күресе алмайтын, болмаса шахматты мүлдем хабары жоқ, бейхабар, бірақ келген кезде мынандай уақыт арасында мен оны аштым деген секілді дүниелер бар ма сіздерде өмірде мысалы? Менде бар. 2-ші сынып оқитын бір оқушы бар. Енді атын атап, түсін істемей қойық. Бұл жерде ол кісі, ол бала Ғания қайда дайындалды, сосын менде де дайындалды, екеумізде де, енді екеуміз де ол баланы өзгертуге жақсы жағынан өзгерттік. Енді ол баланы енді оқиғасын айтып беретін болсам, ол бала енді бұл заманның қожасы ол айтқанда. Жоқ, қожа, шыны керек. Қылықтарын барлығы сондай да, оны апайлар түсінбейді ол баланы. Ол баланы біз түсіне бастадық та, енді спортқа келгеннен кейін. Ол балаға сонымен ең бірінші бізде спорт мінезді шындайды ғой. Бізде шығыс елінің спорт болғаннан ең бірінші адамға бір-біріне қарсыласқа деген құрмет, ұстазға деген құрмет, жаңа даже күресетін ковер дейді, татами дейді, сол жерге деген құрметтен басталады да ең бірінші. Ең бірінші содан бастадық біз. Енді ол баланы бардым, мен көрдім. Жақсы, кішкене өзгерген, мінезін көрсетеді енді. Анау-мынау мен ер жігіт болғаннан кейін сондай мінезді ғой. Сөйтіп бір кезде жарысқа бардық. Жарысқа апарсам, қорқып жылап жүр. Бір кезде бұрышта отыр. Ей, сен шығатын кезегің келді, жүр. Қорқып отыр. Менің қарсыласым үлкен ғой дейді. Ей, сен үлкен салмаққа күресесің, ол өзі плюсқа күресетін да. Ей, сен үлкен салмақ күресесің, енді сен салмақ осындай болады, қорықпа, бәрі сенмен жастылар, бұл жерде үлкен ешкім жоқ. Сенмен қатарластар. И мен сол баланы сосын байқадым да, уже ол бала қожа сияқты емес та ол. Сотқар деп сөйтіп ойлайтын мен. Мектепте батыр. Мектепте батыр ол. Өзін сөйтсем ол келсе өзінің танитын адамдарын өзіне жылу тартатын жерде ол өзін батыр сезінеді екен. Ал ол басқа жаққа шығатын болса, мүлдем басқа бала да. Сосын мен оған келдім тренировкада, басқаша подход жасадық қой, басқаша. Оған кішкене мотивация беріп, бұрынғыдай кішкене қаталырақ емес, басқаша кішкене жұмсағырақ қарадым. Мотивация бердім. Оны былай жігерлендірдім да, өзгерту үшін. Саған жарыстан орын алып келетін болсан, осы ұтатын болсан, бізде мысалы пояс деген бар, дзюдода да, тайквондода да мысалы. Дзюдода мысалы жетістіктерге байланысты беріледі, мысалы. Енді өзінің мысалы этаптары бар. Сары пояс, оранжевый деген сияқты. Мен айттым, осылай саған сары пояс берем, осындай, осы жетістікке жететін болсан деп. Сөйтіп уже одан кейін 1 айдай дайындалды, одан кейін тағы да жарысқа шығардым, уже басқаша баланың күресі, уже өзгерген. Енді 1-ші орын алмады, бірақ орынға ілікті, 3-ші орын алды мысалы. 3-ші орын алды, ілікті, уже дух жинаған, кішкене ағайға келіп айтады, маған пояс бересің. Иә, берем осылай деп. Сол баланы мысалы, солай өзгерттім да ол баланы. Ол баланы енді көбісі біледі енді ұстаздарымыздың. Біз танып отырмыз. Біз білеміз оны. Рахмет. Жантел ағай, сізде бар ма ондай тәжірибе? Оқиға. Бір баланың бір нақты өзгергені. Бізде бір оқушым болған. Енді бұл жерде атын айтпай ақ қояйын. Мен сабақ берген кезде ең артында барып отыратын еді да. Сабақ үстінде ашылмайтын еді. Тура жәнегіндей сияқты да, өзіңіз барып сұрасаңыз жауап береді, сұрамасаңыз жауап бермейді да. Мен ол оқушыға тапсырмаларды бөлек тапсырма беріп бастадым да. Себебі ол оқушының деңгейі жақсы еді. Ол оқушыны бізде анандай нәрселер қалыптасқанда, бала сөйлемей отырса білмейді деген. Негізгі баланың жан дүниесін түсінген кезде оның уже әлемі басқа да. Егер біз баламен бала сияқты кей кезде сөйлесуге тура келеді. Баламен ұстаз сияқты, баламен әкесі сияқты бізге сөйлесуге тура келетін кездер болады да. Сосын сол оқушыны мен жеке өзім бір жеке шақырып алып, отырып екеуміз әңгімелесіп, мен ол оқушыға сыйлығымды беріп, екеуміз керемет болып қайтқанбыз. Сосын балаға жан-жақпен көру керек та. Рахмет. Әртүрлі
қырын ашу үшін, Қырын ашу үшін. ұялшақтығын, тұйықтығын, яғни ашу үшін белгілі бір оның әлеміне кіру деңізші. Иә. Жақсы, рахмет. Ерзат ағай, сізде бар ма ондай мысал? Менде жоқ ондай. Жақсы. Оқушылар Жоқ, менде бар. жақсы айтасыз. Сіз айтысқа да дайындап жүргеніңізді неге айтпайсыз? Сіз неге телевизиялық жобаларға қатысқаныңызды айтпайсыз? Қазір айтайын деп отырмын. Бізде домбыраны үйреніп қана қоймай, домбырамен қосылып ән айтуды да үйретеміз. Өйткені мен қазір байқаймын, мен қатарлас домбыра шертетін жігіттер, қыздар домбыра шертеді, бірақ ән айтпайды. Біреулер бар, ән айтады, бірақ оған домбырасын қоса алмай тұрады. Аха. Мына жерде енді миымыздың екі жарты жары толықтай жұмыс істеу керек болып тұр ғой. Сондықтан біреуге тартса, ауыз сөйлесе қол жүрмей қалады, қол жүрсе ауыз сөйлемей қалады. Сондықтан ананы сол кішкентай кезден бастап үйретіп жатырмыз да. Қағыспен бірге сөз сөйлеткізіп, кәдімгі өздерінің білетін тақпақтары бар ғой. Аю отыр партада, соны айтқызып, еркемайды айтқызып. Сөйте келе бұл бала есейгенде кез келген әнді домбырамен айта алады. Одан кейін өзіміздің айтыс өнеріміз бар. Айтыс өнерімізде де ақынның ауыз сөйлеп тұрғансың, домбырада сүйемелдеп, безілдеп тұру керек қой. О жағында үйретеміз. Мысалы, мектебімізде айтыс клубы ашылды. Өткен айда мектеп ішілік Жамбыл бабамыздың 180 жылдығына арналған үлкен айтыс өткіздік. Оған оқушылар қатысты, 3 жұп оқушы, 2 жұп ұстаздар қатысты. Яғни домбыраға қызығып жатқан ұстаздарымыз да бар. Қазір жалпы саны 12-ден астам бала жиналды бұл клубымызға. Бұл енді өте жақсы жетістік. Маған жаңадан келіп домбыра ұстаған балаларды айтыс сөзін айтатын қылып, домбырамен сүйемелдейтін қылып, және қарсыласының психологиясын зерттеп, ананың айтқан сөзіне жауап беретін қылып дайындау біз үшін өзімізге қызық болды. Әрине. Яғни ол айтыста өзімде қатыстым. Ол маған да бір жаңалық болды, және балаларға да жаңалық болды. Былайша айтқанда ұстаздар болып, балалар болып, бәріміз бір қызығып тұрып жұмыс жасадық та. Бұйырса енді оның да YouTube арнасына шықты, көрсеңіздер болады. Өте тамаша. Иә. Сондай өзгерістер бар. Одан кейін мына домбыра тартқан баладан байқағаным, жаңадан келгенде балалар енді бір-бірімен алысады, ойнайды, бір-бірін боқтайды. Боқтаған балаларға енді өзімнің методикам бар. Кім кішкентай аузынан кішкентай боқтық сөз шығып кетті, барады аузын шайып келу керек үш рет. Басында бұртияды, кішкене қабағым түйіп, міндеттеп ауыздарын шайғызам, кейін барып өздері айтпайтын болады. Ана боқтық сөзін жарысын айтып қалады, ауыздарын жаба қояды. Немесе ағай анау айтып қойды, анау шайып келсін деп бәрі талап етті, анау барып шайып келеді. Қызық методика. Енді мынау бала домбыра үнін күйді тыңдап, әнді тыңдап өскеннен кейін ішкі интеллект қалыптасады екен да. Ол бала өсе келе көшеде де өз-өзін боқтамайтындай, ортада да қатты бір лас немесе жаман мінез көрсететіндей болмайды екен. Одан арылады. Былайша айтқанда мәдениеттілікке қарай өте бастайды екен. Сол нәрсе менің шәкірттерімнен байқаймын. 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл қатысқан балаларды. Ол баланы сыртынан бақылап тұрсаң, өздерінің достарының арасында да домбыра тартатын бала, кішкене өнерге қатысатын бала бөлек білініп тұрады, ерекшеленіп тұрады. Сондай бізде. Жақсы. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай, біздің үйірме жетекшілері тек қана өздерінің бағыты бойынша үйретіп қана қоймай, сонымен қоса әдептілікке, мәдениеттілікке, өзін ұстауға, яғни басқа да жақсы қабілеттерді, әдеттерді қалыптастыруға үйрететінін өздеріңіз көріп отырсыздар. Ендеше рахмет, ендеше арғыта сұрақтарға өте кетейік. Оқушыларды жарыстар мен фестивальдерге қалай дайындайсыздар? Мысалы, сол аралықта психологиялық дайындықты қалай жүргізесіздер деген сұрақты қойып отыр. Бұл жерде мен бастаймын. Бұл енді мектепте үйірме болған соң арасынан іріктейміз. Жаңадан келген балалар бар, бұрыннан тартатын балалар бар, жақсы тартатын және енді үйреніп келе жатқан. Жақсы тартатын балаларды іріктеп аламыз да мектептен ансамбль құрдық. Сөйтіп телевизиялық байқау болды. Оған қатыстық. Оған қатыстардың алдында енді бізде бір ай көлемінде үлкен психологиялық дайындық жүрді. Бірінші техникалық дайындық, домбыраны таза тарту керек. Екінші психологиялық. Өйткені мектеп бөлек, сахна бөлек. Сахнаға шыққанда олар өздерінен де басқа домбырашыларды көреді. Көрерменді көреді. Сахна адамды екі есе қысып жібереді. Сондықтан біз мектептің өзінде
орнымыздан тұрып халыққа сәлем беріп сахнаға шығып отырып күйді тартып біткен соң қайтадан сәлем беріп солдан шығуынан шығуынан бастап нөлден бастадық. Оны кейбір білетін балалар енді жасағысы келмейді, бірақ та оны күштеп тұрып жасаттық. Сосын айттық, сахнада өздеріңіз сияқты балалар, өздеріңіз сияқты сендердің мама папаларың сияқты ата-аналар, олар сендердің жақсы тартқандарыңа қошеметтеп қолдап отырады. Ешкім сендерді сынамайды ол жерде. Ешкім сендерге баға қоймайды. Ол өздері әділ-қазылар бөлек болады. Яғни өздері концерт көреміз арнайы. Оркестрлардың концертін көрсетеміз. Соған сахнаға шыққан адам жарқырап тұрады, әдемі киінеді, ансамбльдің киімдерімен, оның өзі балаларға мотивация. Сондықтан қорықпау жайлы, егер шатысып қалған жағдайда қалай істеу керек? Күтезімізді келесі буыннан алып кетеміз. Шатысып қалдым екен деп, домбыраны қойып, соңына дейін бүйтіп, мен қалып қалдым деп отыру. Оның барлығын балаларға жеке-жеке айтып түсіндіру керек. Әр баланың әртүрлі қызығы бар. Концертке дайындалып, фестивальге шығудың өзі бір қызық негізі. Тойдың болуына боладысы қызық дейді ғой. Ал концерт біткеннен кейін балалар орын алған соң ата-аналарының қуанышы, өздерінің қуанышы, марапат, анаң барлығы жаңағы бір ай бойғы жасаған еңбектің қиындығын жуып шайып жібереді. Сол ең бір тәтті кез. Оны бір көріп алған бала келесі конкурстарға, келесі сайыстарға өзінен өзі дайындалып тұрады. Бізде процесс осылай жүреді. Жақсы. Құрметті көрермендер, мен енді әріптестерімізді мақтап отыр деп ойламаңыздар, бірақ жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Ерзада ағайымыз Призма ансамблін құрып, мектебімізде 30 шақты оқушыны Алматы телеарнасындағы телевизиялық жобаға қатыстырған болатын. Сонымен қоса мектебіміздегі әртүрлі іс-шаралардың шымылдығын ашып жүрген болатын. Сонымен қоса осы айтыс шоу клубын ашып, жақында ғана сол Жамбыл Жабаев атамыздың 180 жылдығына орай тамаша айтысты өткізген болатынбыз. Және де оның жалғасын амандық болса жалғастырамыз. Мінекей осындай ерен еңбектерін сіңіріп жүрген ұстаздарымыз жанымызда. Ендеше бір қоса кетейікші. Біздің мектебімізде менімен қатар тағы Итахун деген ағамыз бар. Ол кісі де домбыра үйірмесінен. Яғни біз балаларды екі топқа бөліп алғанбыз. Бірінші, төртінші сынып Итахун ағайдың тобына барады, екінші, үшінші сынып маған келеді. Мектебімізде болатын іс-шараларға екеумізден іріктелген балалар бірге шығады. Яғни Призма сазы дегеніміз, жаңа Итахун ағамызбен біздің бірігіп құрған ансамбліміз бұл. Жобамыз ретінде. Ол кісі енді өзі дирижер, білікті, тәжірибесі мол кісі болғандықтан балаларды кәдімгі оркестр сияқты сылдырмағы бар, ұратын ұрмалы аспаптар бар, үрмелі аспаптармен қосып тұрып дайындайды. Ол кісінің сабағы мүлдем қызық. Өте жақсы. Рахмет. Яғни біз тек қана өзіміз туралы ғана айтып қана қоймай, өзіміздің әріптестеріміздің де мәртебесін көтере аламыз, және де олар үшін қуана аламыз, құрметті көрермендер. Ендеше жалғастыра кетейік, әріптестер, сіздердің қандай ойларыңыз бар? Яғни оқушылар жарыстар, фестивальдерге қалай дайындайсыздар, психологиялық дайындық қалай жүреді? Жалпы бір нәрсені байқаймын, балалар шахмат ойнаған кезінде ішкі жан дүниесінің қорқынышы шахмат тақтасының бетінде көрінеді. Яғни мен кейбір оқушыларға қараймын, бойындағы батылдықпен өтіп кететін оқушылар бар да. Ал кейбір оқушылар екі жүрісте мат қояды, бірақ іштей ода қорқыныш бар да, бірақ ол оны жасай алмайды. Тәуекелге бара алмайтын балалар бар. Ал біз балалармен жұмыс жасай келе, олардың ойын, санасын не ойлап тұрып, бәрін түсінетін болдық да. Бір оқиғамен бөлісе кетейін. Мен үшінші сыныптардың оқушыларын іріктеп аламын жарысқа. Менде бір оқушым болды, ойнай алмайтын мен көріп тұрмын. Мен жарысқа қатысайыншы дейді ағай. Сіз екеумізге дайындық керек, сіз екеуміз келесі жарысқа қатысайық деймін ана оқушыға. Жоқ ағай, мен қатысқым келеді, мен қатысамын дейді. Содан кейін анасына хабарласып айттым, бәрін түсіндіріп. Анасы жарайды, жарысқа қатыссын деді. Енді мендегі ой болғанда, бала қазір жарыстан өтіп қалса, оның көңіл күйі түсіп, кейін вообще шахматқа қарамай кететін балалар болады да, солай болады деген менде ой қалыптасты да. Содан кейін оқушы жарысқа қатысты, 7 ойынның 5-і ұнатылды. 2-і ұнатты. Ана оқушының қуанғанда шек жоқ. Орынға кірмесе де мен жарысқа қатыстым деген сезім бойында бар да. Содан кейін мен ата-аналарға жіберген кезде кім қатысқысы келеді, ата-аналар балаларыңызды қатыстырыңыздар деп айтатын болдым. Өзім іріктеп алмайтын болдым. Осыдан кейін ол оқушы менің ойымды өзгертті. Бір сөзбен айтсақ, өте керемет. Жақсы, рахмет. Алмас ағай, сізде.
менде мынандай бір ой бар, сосын бір идея бар да. Жақсы. Мысалы бізде дзюдода енді көп конкурстарда ынталандыру жүлдесі барлығы беріледі да. Бізде дзюдода тек орын ғана. Үштік келіннің болды орын алады. Қалған мысалы бір салмақта 32 бала болуы мүмкін, 24 бала болуы мүмкін мысалы. Бұл қалған ұтылған балалар қайтады. Ол жерде оған қолына бір грамота ұстатпайды да бізде. Бірақ ол нәрсе мен дұрыс па деп ойлаймын да. Өйткені мысалы дзюдода Қазақстан мысалы дзюдодан жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Елдос Сметов, Ғұсман Қырғызбаев мысалы. Соның себебін қазір баланың психологиясын дайындау керек та негізі. Мысалы біз қазір қателесеміз, мысалы мектепте де бір жарыс өткіземіз, бүйтеміз. Ол жарыс өткізген кезде мысалы бәріне орын берейік, бәрі орын іліксін, номинация берейік, анау ондай нәрсеге менің өзімнің көзқарасым, бірақ біз сол баланы осы бастан тәрбиелеп тастаймыз да, олар кейін болашақта тағы үлкен жарыстарға барады, орын алмаса сын қалады да бала. Жақсы келе жатқан бала орын ала алмайды, сын қалады, уже көтере алмайды. Ал біз мына балаларды уже жеңіліске үйрете білу, жеңіліс емес, тек жеңіліске де үйрете білу керек та. Мысалы мен балаларды дайындаймын, жарысқа дайындаған кезде енді өзім туралы айтсам. Дисциплина ең бірінші. Кім тренировка жаттығуға келіп жүр, болды. Ата-анасына айтамын, міне жаттығуға келіп жүр, барады. Дайын емес болса да ол баланы апарамын мен. Ол бала көрсін, қысымды көрсін, ана жерде атмосфераны көрсін, ол жерде татамиге, тура сіз айтқандай жаңа сахна сияқты, сахна қысып тастайды ғой. Дәл солай жарыста да қысым басқа бөлек. Ана жерде бізде өзімізде бала болдық қой, денеміз тітіркеніп, ішіміз ауырып, қайта-қайта мысалы неге дәретке барып, мысалы сондай жағдайлар көп болады, ол өтте анда қысым деген өз-өзіне тітіркеніп, тонып, қалың киініп, сондай жағдайлар болады да. Ол бала кәдімгідей атмосфера, кішкентай залдың өзінде өтіп жатқан жарыстың өзінің атмосферасы қысымы қатты болады. Сол үшін мен ол бала дайын ба, дайын емес па, ол баланы апарамын. Бір әдіс біле ма, бір әдіс білетін, сол әдіспен ақты апарамын да. Ол бала психологически дайын болады. Келесіде же ол 4-5 әдіс біледі, 4-5 әдіспен келесі жарысқа барғанда ол же дайын болады да ол. Ол же ұтылып көрді, ол жеңілістің дәмін біледі. Жеңілістен қорықпайды ол же. Ал жеңіл қаламау, анау болды, жеңіле ма болды, ол қорқып тұрған жоқ та ол. Ал мысалы қазір кейбір көп мысалы балалар мысалы жеңіс чисто медаль алып, мысалы мен білмеймін, өзіме идея негізі. Қазіргі енді балалардың жарыстарын ұйымдастырып жүрген адамдарға бәріне енді былай ұсыныс та былай. Мысалы баланы жеңіліске де үйрету керек та ол жерде. Бәріне орын бере, номинация бере бермейше ол. Бір, екі, үш болды. Әділ, 1-2-3 болды. Сол ғана. Біз мектепте жарыстар солай өткіздік қой. Өте тамаша, ол да жақсы ой. Сөзімді яғни чемпион болсаң чемпион бол, болмаса яғни бүгін жеңілдің деген секілді мәселе. Сол қабылдау керек. Менің методикам сол. Қабылдау керек, және де өзін қамшылап келесіге дайындау. Біз сөйтіп өстік просто. Мен одан сын қалған жоқпын. Мен бардым 3 жарысқа, медаль, жүлдесі, грамотасы қайттым. Ең басында, ең кішкентай кезде бастаған кезде. Содан кейін барып уже орынға іліккеннен кейін уже басқаша болады да атмосфера. Ана орын ұтылдым, қайтамын, мен одан сын қалған жоқпын. Мен өйткені оны ең бірінші жеңілістен бастап тұрмын да. Жеңілістен емес, ең бірінші жеңілістен бастадым мен. Сол сияқты ғой. Жақсы, жалпы қосаңыз. Жаңағы оқушы туралы айттым ғой. Қазіргі ол оқушы сыныбында онымен ешкім шахмат ойнамайтын еді. Сол кезде себебі ол бәрінен ұтылып қалатын еді да. Қазір алғашқы 3-ке кірді. Сыныбында ең жақсы ойнайтын оқушылар, қалалық жарыстарында жеңімпаз атанды да. Бұл әрине оқушының өзінің талабы және де ұстаздың еңбегі деп бағалаймын. Өте тамаша, және ата-ананың қолдауы. Аха, жақсы. Енді құрметті қонақтар, құрметті үйірме жетекшілері, ең есте қалған жеңіс немесе бір қызықты сәттерді айтсаңыздар, оқиға ретінде болса, өмірде болған шығар? Болған жоқ менде. Айтыс болды, телевизиялық шоу болды. Артынан санағанда 1-ші орын алдық. Жақсы. Ең есте қалған жеңіс немесе сәт, мысалы қай кезде жеңіс болды сіздерде? Мысалы сол бір сәт сіздің есіңізде мәңгі қалды деген секілді. Келесі сұрақ. Менде оқушыларға сабақ өтіп жатқан кез болды. Менде жеңісті сәттер көп болды. Бізде 13-12 жарыс, қалалық жарыстан оқушылар орын алса, бір халықаралық жарыстан оқушылар нәтиже көрсетті да, бірақ мен олардың жеңістеріне әрине қуанамын. Ал мені одан да үлкен қуантатын нәрсе, оқушыларым сабақ өткен кезінде бір болмашы бір нәрсені үйренгенге, мен ағай мынаны өзім үйрендім, сіз маған үйреткеніңіз үшін рахмет деп алғыс айтуы, бұл оқушыға үлкен күш береді. Мен осыған қатты риза боламын балаларыма.
яғни оқушыларымыз да алғыс айта біледі. Иә. Өте тамаша. дәл осы алғыс айту дегенге мен оны іңкәр дейтін бір нем бар, оқушым бар. Ол призма мектебі емес, басқа жерде дайындыққа келеді. Соны бір кезде осы жақында ғана Елдос Сметовтің өзінің өмірбаяны туралы кітабы шықты да, өзінің жүріп өткен жолы, енді мотивациялық кітабы ғой. Қандай қиындықтардан өтті, қандай бапкердің еңбегі ішінде барлығы жазылған да. Сол кітапты бір кезде айтып жүрді, ағай осындай кітап шығып келе жатыр екен. Сосын мен бір намектай салдым. Енді білмеймін, барып жатсаң ағайына да енді көріп жатасың деп. Кеше ғана жаттығуға келіп тұр, ағай міне сізге Елдос Сметовтің қолымен деп. Кітапты өзі сатып алып келген, енді сатып алған ғой жерден, енді барғанда ол не кітаптың ашық несі ғой, көрсетілімі ғой, ашық. Сол жерден барып сатып алып Елдос Сметовтің қолын қойдырып ағайыма деп кәдімгідей маған келіп подарка берді, сыйлық. Енді баладан алғанда ата-анадан алып жатамыз ғой енді сыйлықтарды. Бірақ баланың өзінің қолынан алған сыйлық бөлек болады екен де сезімі ана жерде. Ана жерде видеоға түсіріп, мен инста парақшама салып қойдым да, қуанғаным. Кәдімгі бала сияқты қуандық та бізде болған ше мысалы. Жақсы да баладан алған. Баланың көңілі ерекше, иә? Аха. Жақсы. Ендеше құрметті қонақтар, Призма School мектебінің ерекшелігі неде? Және ата-аналар не үшін біздің мектепке балаларын беру керек деп ойлайсыздар? Несімен ерекше, сол жағын айта кетсеңіздер. Біздің мектебіміз енді ұлттық мектеп. Ұлттық мектеп болғаннан кейін ол жерде ұлттық құндылықтар міндетті түрде баланың бойына сіңіріледі. Ол пән болсын, үйірме болсын, жалпы мектептің ішкі атмосферасы ұлттық құндылыққа бағытталған. Оны сырт көз ата-ана сезеді. Одан кейін қазір енді әлеуметтік желіде пікірлерді қарайды, рейтингті қарайды. Содан кейін олар баласын алып келеді. Яғни мектеппен танысады. Танысып алғаннан кейін де олар соны таңдайды деп ойлаймын. Өйткені таңнан кешке дейін, түске дейін сабағы, түстен кейін үйірмелері, арасында 3 уақыт тамағы бар. Сынып жетекшілері бар, одан бөлек кураторлар бар. Бала, былайша айтқанда, таңнан кешке дейін сенімді ортада. Сенімді ортада болған соң ата-ана да оны дұрыстап табыстай алады. Екіншіден, бала бос уақытын өте тиімді пайдаланады. Таңертең келіп кірген бала кештің қалай батқанын сезбей қалады. Аралықта тамақ ішіп қана үлгереді, қалған кезде бір үйірме дзюдоға барады, одан кейін барып, одан шығып шахматқа, одан шығып маған келеді, одан шығып тағы бір үйірмеге барады. Былайша айтқанда, балалар ана мектептің ішкі атмосферасы өте қыз-қыз қайнап жатады. Сол, одан кейін негізгі мәселе қазір енді жалпы құндылыққа бет бұрып жатырмыз ғой. Мысалы енді өз кәсібім бойынша айтатын болсам, домбыра біз үшін ол жай ғана аспап емес. Домбыраның шегі үні арқылы бізге бұл ата-бабамыздың рухы, яғни рухани күш береді. Әр күйдің өзінің тағдыры бар, тарихы бар. Яғни Құрманғазы Тәттімбеттің күйін шерту арқылы балалар сол дәуірдің атмосферасын қабылдай алады. Сол дәуірдің үнін ести алады. Одан кейін ата-аналардан көп пікір келеді. Алғаш домбыраға жатырқап қатысқан бала арада жарты жыл, бір жыл өткеннен кейін ата-анасынан мынандай пікір келеді. Ой, мына балаңыз деген домбыраны тастамайтын болды. Таң атқаннан кеш батқанға дейін маза бермейтін болды. Қой деп тоқтата алмайтын болдық. Бұл жерде не жатыр? Бұл жерде мына домбыраның үнінде, домбыра шерту арқылы адам ішкі эмоциясын. Ол жерде жақсы эмоция мүмкін, жаман емес, соның барлығын шығаруды үйренеді. Ол өзімізде де бар. Мысалы, кей кезде шерткіміз кеп кетеді. Шертіп алғаннан кейін, кәдімгі маңдайымыздан суық теріміз шығып, жауырынымыз босап, іштен бір нәрсе шыққанда жеңілдеп қаламыз. Яғни бұл жерде терапия. Содан ата-анасын айтам, онда қуаныңыз, сіздің балаңыз домбыра шертіп отыр екен, яғни сіздің балаңыздан енді жамандық келмейді. Оның қолынан жақсы нәрсе шерту, жақсылық істеу ғана келеді дегендей. Бұл жерде домбыраның үнінде жаңағы біздің ұлттық кодымыз жатыр десек болады. Рахмет. Сіздерде қандай пікір бар Призма мектебіне қатысты, қандай ата-аналар жалпы не үшін беру керек біздің мектебімізге? Қалайсыздар? Біз сияқты ұстаздар бар ғой. Өте тамаша. Браво сөз. Себебі ата-ана ұстаз таңдап баласын береді да. Мектепті негізі таңдамайды. Ұстазы жақсын, ұстамы жақсын дейді ғой қазақ бір ауыз сөзбен. Сол үшін біз тек қана
білім беруші емеспіз, біліммен қоса тәрбие берушіміз да. Мен қазір сабақ өткен кезде балаларға ойынның соңында балалардың жеке тәртіптеріне тоқталамын да. Сабақ үстінде қалай отырды, соның барлығын балаларға талдап отырып айтып беремін. Мынандай бір оқиға болған ғой, білсем ба жоқ па деп ойланып тұрмын. Айтыңыз. Бірде бірінші сыныптың оқушылары екі қыз бен ұл бір-бірімен ренжісіп қалады. Ол қызды сабап тастаған ғой. Содан мен тұрамын да, енді ұл балаға қатты ескертіп айтамын. Ешқашан қыз балаға қол көтеруге болмайды. Сіз кішкентайсыз, бұл кейін сізге қалыптасып кетеді. Сіз ер азаматсыз, қыз баланы қорғау керек адамсыз ғой сіз. Соған неге қол жұмсап жатырсыз деген сияқты. Баламен бала ғой деп қарамау керек балаға. Баламен ересек адам сияқты сөйлесетін кездер болып тағы да және сияқты. Ертеңінде келсем, ана ұлым жылап отыр ғой, менің ертең сабаққа келсем. Не болды десем, ана қыз сабап тастадым ғой. Содан сен ұрдың ба дедім анағанша. Жоқ ағай дейді. Жарайсыз дедім да. Сіз айтқанымды тыңдадыңыз. Айтқанымды түсіндіңіз дедім да. Егер сіздің ұруға да күшіңіз жетіп тұр ғой, сабап тастауда күш қуатыңыз жетеді. Бірақ сіз өзіңізді ұстап, өзіңізді жақсы бағытқа қарай өзгерткеніңізді ағайыңызға көрсеттіңіз деп. Мен ана жерде оқушыма кәдімгі балалардың алдына шығып мақтадым да, сол оқушыны. Жарайсыз. Тамаша. Ол да бір әдептілікпен ер азаматты ер азаматша, қызды қыз қылып өсірудің, тәрбиелеудің бірден бір методикасы деп ойлаймын. Алмас ағай, сіздің пікіріңіз? Бізге алып келудің негізгісі, мысалы призманың өзінің аты айтып тұр ғой. Призма деген үштік одақ деген сөз ғой. Бізде ата-ана, бала және де ұстаз, жаттықтырушы арасында байланыс қой. Мысалы, бұл жерде тек мысалы ата-ана тәрбиемен немесе ата-ана ұстазға итеріп тастамайды, ұстаз ата-анаға итермейді. Мысалы, сіз айналысу керек тәрбиемен, әлде сіз айналысу керек деп. Енді жамандаған емес, көпшілік мектептерде мысалы қазір ол мысалы қоғамның несі дерті болып тұр ғой, мысалы ұстаз жауапты, ұстаз осындай, мысалы ол откровенно айтқан кезде шындық нәрсе ол. Ұстаз жауапты болды, мектепте болды, міне ұстаз ғана жарау. Неге бір бала бір нәрсе көрінсе, ұстазы дұрыс емес, анауысы дұрыс емес. Ал бізде призманың бір ерекшелігі, бір плюсы десек болады, үштік одақ арасындағы байланыс. Балаға ата-анамен жаттықтырушы немесе ұстаз бірге жұмыс жасау, баланы бірге тәрбиелеуі. Мысалы, мен өзімнің үйірмеде жүрген ата-аналарым барлығымен өте жақсы араласамын. Мысалы, Ғани ағайымыз бар. Ғани ағай өте жақсы араласады ата-аналармен. Өйткені ең бірінші ата-анамен байланыс бағана басында бастап кеткендей, ең бірінші ата-анамен танысу керек. Сол ата-анамен бірігіп баланы тәрбиелейміз да. Ол жерде ең бірінші бала, мысалы, Әл-Фараби атамыздың тәрбиесі берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Ол жерде білім ғана емес, спорт, өнерде тәрбиесіз үйрете алмаймыз. Ең бірінші тәрбие керек. Сол үшін біз ең бірінші тәрбиеден бастаймыз. Оны тәрбиені кіммен? Тек өзіміз ғана емес, ата-анамен бірігіп. Ол жерде ата-анамен бірігіп тәрбиелейміз. Енді призмаға ата-аналардың бізді таңдап келудің себебі осы деп ойлаймын. Өте жақсы, өте рахмет пікірлеріңізге. Құнды пікірлер. Енді бұл жалпы призма мектебін таңдауға қатысты өзіміздің үйірме жетекшілері керекті дүниелерді айтты деп ойлаймын. Таңдау өздеріңізде әрине де. Ендеше құрметті әріптестер, қонақтар, жалпы индивидуалды сұрақ қойғым келіп отыр. Одан кейін соңына таман тез сұрақтар бар. Соған қатысты пікірлеріңізді айтасыздар. Сонымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Ерзат ағай, сізге мынандай сұрақ. Домбыра үйірмесіне ұлттық құндылықтарды қалай сіңіресіз? Домбыра үйірмесінде домбыраның екі шегі арқылы қазақтың тарихын түсіндірем. Күйлерін шертіп, күйлердің тарихын айтамыз. Жаңа сөзімде айтып өткендей, домбырада күй шерту арқылы бала сол заманның атмосферасын сезіне алады. Яғни Құрманғазы бабаларымыз, Тәттімбет бабаларымыз. Күй деген сөз ол жайдан жай шықпайды. Адамның ішкі көңіл күйі домбыраның екі шектен шыққан үні арқылы жетеді. Ол заманда да ой түбінде жатқан сөз шер толқыса шығады. Су түбінде жатқан тас жел толқыса шығады. Яғни әр күйдің өзінің шығу тарихы бар. Құрманғазы бабамыздың күйлерін еститін болсақ, өте ауыр кезең ол. Соғыс болып отқан кезеңі, отарлау саясатының жүріп жатқан кезеңі, әділетсіздік кезең, аштығы бар. Әр күйдің өзінің тарихы бар. Яғни күйді үйрену, домбыраны үйрену арқылы бала өзінің тарихын, өзінің ұлттық рухын сезінеді. Былайша айтқанда өзін таниды, өзін таниды.
өзін таныған адам ол өзгені де тани алады. Одан кейін болды. Жақсы, рахмет. Тағы не бар еді? Тағы. Мынандай жағдайлар болады. Кейбір ата-аналар балам домбырада құр отырса болды, тартпай ақ қойсын дейді. Өйткені бала ата-анасына айтуы мүмкін, мен тартқым келмейді, қатысқым келмейді деп. Сондай ата-аналар айтады, отырса болды, тиіспей ақ қойыңызшы, тыныш отырып берсін деп. Бұл жарайды, баланың ыңғайына көніп, иә дегенімізбен, бірақ бұл жерде ол бала ертең есейген кезде өмірдің келетін кішкентай сынақтарына сынып қалуы мүмкін, шыдамауы мүмкін да. Сондықтан бұл жерде тәрбие. Ондай балаларға ата-анасына айтарым, балам ағайың айтқанды немесе ұстазың айтқанды кішкентай болса да қайтала. Жарайды, қатыспай ақ қойсын, мен ағайың айта салам, сен отыра бер деп немқұрайлы қарауға болмайды. Өйткені оның мінезі қалыптасып келе жатыр ғой. Ертең өмірдің сынақтарына да сондай шыдамсыздық танытса, ол баланың тағдыры әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде шыдамдылық, тәрбиесі жүріп жатыр. Сен жарайды, тарта алмасаң тарталма, маған мына жаттығуды 3 рет қайтала деген сияқты біз өз тарапымыздан жасайтын дүниенің бәрін жасаймыз. Бірақ біз жасап келе жатқан кезде ата-анасы жағында сөзбен балаға стоп қояды. Бала айтады, мен болды, мама папам айтты, тартпай ақ қойсын деп айтты деген ата-ана мен ұстаздың арасында осындай келіспеушілік тумауы керек та. Ондай ата-ана қайта керісінше бағыттау керек. Білмеймін, біздің кезімізде енді ұстазымыз бізді ұрсатын болса, әке-шешеміз қосылып ұрсатын, ұратын әуелі. Ұстазымыздың алдында болсын, басқа жерде болсын. Қазір керісінше болып бара жатыр. Бұның өзі енді заманның жақсы жаққа емес, былайша айтқанда менталитеттің жаман жаққа бұрылып бара жатқаны ма деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, рахмет. Сіздер тараптарыңыздан яғни сұрақ алмасай қойғым келіп тұр. Дзюдо тек спорт па, әлде тәрбие құралы ма? Спорт қой. Дзюдо екеуі де ғой. Спорт та, тәрбие құралы да. Ішінде бәрі бар. Енді дзюдо деген былай әлемдегі ең жеке, қалай айтсақ болады, единоборство спорттар дейді ғой, андай қалай айтса болады. Жекпе-жек спорт түрлері бойынша ең көп қатысушы негізі әлем бойынша. Дзюдо, таэквондо, осы екі спорт бірдей да. Бала өзіңіз бұл үйірмелерде де балаларды қарасаңыздар, ең көп осы үйірмелерге жазылады. Мысалы, Қазақстанда айналысушылар бойынша да. Бізде мысалы шығыс спорттарында ең бірінші спорт емес, бізде тәрбиеден, жаңа басында айтып кеткендей, ең бірінші тәрбиеден басталады. Мысалы бізде амандасу, қазақта амандасу ма, оларда мысалы рей деген сәлем беру, поклон береді, иіліп, бастарын иіледі, екі қолды жанға жинайды мысалы. И кимоно киіледі. Кимоно деген мысалы ол жерде тырысқан, ашық ешқандай жері жоқ та. Ең бірінші киімнің өзі тәрбиені көрсетіп тұр да. Киімнің өзінде ашық жері жоқ мысалы. Қыздарға айналысқанға да тиімді спорттың бірі мысалы. Сосын бізде тағы да тазалық, ең бірінші тазалыққа үйретеді. Тырнақ, өйткені неге тырнақ тексереміз? Бізде захват деген нәрсе бар. Захваттан ұстаған кезде тырнақ өсетін жағдай болса, қол тырнақ сынады. Сол тырнақ сынып кетпес үшін ең бірінші біз тырнақтан бастаймыз тексерісті. Өйткені әр бала, ал мысалы көп ата-аналар қазір мысалы үйде балаларын тырнағын алғыза алмай жатады, енді кейде мысалы тыңдата алмай жатады. Ал күреске баласын күреске немесе таэквондоға берсе, ол ең бірінші тазалықтан үйреніп алады. Бала өзі жасайды оны. Неге? Аюға намаз үйреткен таяқ дейді ғой. Дұрыс па? Спорт болғаннан кейін ол жерде қаталдық керек та. Ол жерде ол мен ата-аналардың өзіне де айтамын, ата-аналармен келісемін, оның барлығын етемін. Біз әрине баланы оны барып ұстай салып жөні жоқ, соғып ондай емес. Әрине оның өзінің бір тактикалары бар, енді оның бұл жерде айтатындай емес. Сол ғой, ең бірінші біз тыңдата білу баланы. Ата-ана тыңдата алмаған баланы жаттықтырушылар тыңдата алады да. Қазіргі заманда көп жаттықтырушылар тәрбиелеп жатыр. Ол қоғам шындығы. Мысалы қазір енді шыны керек қоғамда не көп, қазір ажырасу мәселесі көп, ата-аналар жалғызбасты ата-аналар көп, тәрбиелеуге уақыты жоқ, жұмыс істейді. Мысалы толық отбасы болса да мысалы тәрбиелеуге уақыты жоқ, өйткені азаннан кешке дейін жұмыста балаларын алып келеді. Ал оны кім тәрбиелейді? Жаттықтырушылар әрине. Мысалы басқа үйірмелерде ол жерде енді
қаталырақ ұстайтын, ол мысалы өнер саласын ол қатал ұстайтындай емес та. Ал спорт болғаннан кейін спортта ол ең бірінші тәртіп болмаса бала не құлайды, не қолын сындырады, не бір жарақат алуы мүмкін. Сол үшін біз ең бірінші тәртіптен кейін барып спортты үйретеміз. Спорт яғни әдістерді, әдіс тәсілдерді. Яғни тренерлердің де бала тәрбиесіндегі үлкен ықпалы бар дейсіз. Жантайлы ағайымызға сұрамыз, шахматтағы ұтымды жүрісті қалай өмірде қолдануға болады? Түсінеді. Шахматтағы ұтымды жүрісті өмірде дұрыс қолдану, дұрыс шешім қабылдау оның бір бөлігі болып табылады да. Шахмат тек қана қазіргі оқиғаны емес, осы оқиғадан кейінгі салдарды түсіндіретін ойын түрі деп айтуға болады. Және де біз шахмат ойнаған кезде біз балаларға түсіндіреміз да, тек 2 жүріс, 3 жүрісте тапсырмаларды шешуді береміз да. Бірақ дәл сол сияқты өмірде де бір сөз сөйлеген кезде, болмаса бір әрекет жасаған кезде соның артқы кейін не болатын бала анализ жасап талдай біледі. Және де шахматта әрбір фигураның өзінің орны бар, және шығу керек уақыттар бар да. Дәл сол сияқты өмірде де біздің өзіміздің бәрін жеңу емес, нақты өзіміздің жасымызда не істеу керек, және де қандай іс-әрекет жасау керек, осы маңызды да. Сондықтан шахмат бұл тек қана ойын түрі емес, бұл оқушыны дамытушы, және де баланы сабырлыққа, тәртіпке үйретуші ойын түрі деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Ендеше қызықты блиц болсын. Мен сұрақты қоям, өздеріңіз тездетіп жауап бересіздер. Бір сөзбен сіздің үйірмеңіз. Дисциплина. Ең қиын оқушы. Ең қиын оқушы, өзіне сенімсіз оқушы. Ең мақтан тұтатын жетістік. Айтыс. Жақсы. Егер басқа үйірме жүргізсеңіз, қайсысын таңдар едіңіз барлықтарыңызға қатысты? Теннис. Теннис, Футбол. Мен домбыра. Өте тамаша. Жақсы. Бүгін біз тағы да бір нәрсеге көз жеткіздік, құрметті көрермендер. Үйірме бұл жай ғана қосымша сабақ емес, бұл баланың өзін табатын орны. Құрметті ата-аналар мен оқушылар, өз қызығушылықтарыңызды табудан еш уақытта қорықпаңыздар, ізденіңіздер. Егер де сұхбатымыз ұнап, қосарыңыз бар болса, арнамызға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып қойсаңыздар болады. Келесі сұхбатта жүздескенше сау, саламат болыңыздар.